Алтай арнасының тікелей эфирінде жаңа Қазақстан хабарының кезекті шығарылымы. Студияда мен Қуаныш Амантайұлы. Бүгінгі хабарда мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі жайында әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Әсем Тұрлыбекова, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы. Студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан хабар барысында студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 52-24-49 нөміріне қоңырау шалуларыңызға болады. Сондай-ақ WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. 837-235-1034 нөміріне сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Құрметті көрермен, WhatsApp желісіне қоңырау шалудың қажеті жоқ, ол тек жазбаша сауалдарды қабылдауға арналған. Енді Әсем ханым, студиямызға тағы бір мәрте қош келдіңіз дейміз. Енді мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі, енді әр адам мемлекеттік кірістер қызметімен байланысты, қандай салада болсын, әр салада жүрсе де, енді ең алғашқы сауалымыздың жеке тұлғаларда қандай салықтық міндеттемелер бар, соған тоқтала кетсеңіз. Жеке тұлғалар бізде өздерінің меншік иесіндегі объектілер бойынша салықтық міндеттемелерді орындауға тиісті, яғни олар үшін салық төлеуге тиісті. Бұндай объектілерге көлік құралдарының барлық түрлері жатады, және де жылжымайтын мүлік объектілері. Жылжымайтын мүлік объектілер дегеніміз ол осы жеке тұлғалардың меншік иесіндегі өз құқығындағы уәкілетті органда тіркелген пәтерлер, үйлер, тұрғын үйлер, саяжайлар, гараждар және жер учаскелері. Осы объектілер бойынша салық заңдылығында көрсетілген мөлшерлемелерді қолдана отырып есептелінетін салық сомаларын төлеуге міндетті жыл сайын. Енді осы объектілер бойынша салық органдары есепті қалай жүргізеді? Салық органдары осындай объектілер бойынша есепті уәкілетті органдарының мәліметтерінің негізінде жүргізіледі. Уәкілетті орган болып бізде осы жылжымайтын мүліктер бойынша объектілер туралы мәліметтерді Шығыс Қазақстан облысы бойынша азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы табыс етеді. Ол мәліметтер бұйрықтың негізінде қосымшалары бекітілген, сол қосымшаларда жеке тұлғалардың аты жөні көрсетілген, жеке сәйкестендіру нөмірлері көрсетілген, объектілердің орналасқан мекен-жайы, құндық бағасы көрсетілген мәліметтер табыс етіледі. Ал көлік құралдары бойынша Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің әкімшілендіру полиция комитетімен көлік құралдарының тіркелген мерзімі, иемденушісі, есептен алған күні, қозғалтқыш көлемі көрсетілген мәліметтер табыс етіледі. Осы мәліметтер негізінде орындардағы, аудандардағы салық органдары есеп жүргізіп, салықтарды есептейді. Енді жеке тұлғалардан мүлік салығы қалай есептеледі? Оның бір төлем мерзімі бекітілген бе? Салық заңдылығымен оның бәрі қарастырылған. Төлеу мерзімдері салықты есептеу кезінде мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері жеке тұлғалардың мүлік салығы, жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлкіне салықты есепті 1 шілдеге дейін жүргізеді. Жаңа айтып өткендей, ол осы уәкілетті органдардың мәліметінің негізінде жүргізіледі. Оның салықтық базасы болып, осы объектінің құндық құны табылады. Құндық құнын осы уәкілетті орган есептейді. Оны есептеген кезде өте көптеген көрсеткіштер қолданылады. Ол көрсеткіштерге осы үйлердің, объектілердің бағасы ол салыну жылына байланысты болады. Айлық есептік көрсеткіштің өзгеруі, аймақтандыру коэффициенті, сонымен қатар оның орналасқан жері, қандай да бір басқа да әлеуметтік объектілердің жақындығы, аялдамалардың, басқа да объектілердің болу, соның бәрі осы құндық бағаның қандай мөлшерде болуына әсерін тигізеді. Осы құндық бағаны алып, салық заңдылығында көрсетілген мөлшерлемелерді қолдана отырып, салықты есептейміз. Енді мына көлік құралдарының салығы, енді көп азамат көлік тізгіндейді, олардың салығы қалай төленеді, әрі көліктің салық мөлшері белгіленеді ғой. Ол қандай негізде белгіленеді? Көлік құралдары бойынша бізде салықты 1 сәуірге дейін төленеді. Ағымдағы жылы 1 сәуірге дейін 2021 жылдың салығын төледік. Осы салықты төлеген кезде салық төлеуші өзі ерікті түрде есептейді салықты. Салықты онлайн калькулятор арқылы есептеу керек. Ол үшін салықтың осы көлік
көлікті пайдалану мерзімі, кейбіреулер жыл бойы пайдаланады, кейбіреулер мысалы 6 ай 5 айдан кейін сатып жібереді. Яғни осы онлайн калькуляторды пайдаланған кезде пайдалану мерзімін көрсетеді, және де көлік салығы оның қозғалғыштың көлеміне байланысты болады. Мысалы, жеңіл көлік бойынша, жүк көтеретін көліктер бойынша оның жүк көтергіштігіне байланысты болады. Мысалы, 1 тоннаға дейін, 1 тоннадан 5 тоннаға дейін, 5 тоннадан жоғары, және солай. Автобустар бойынша орын санына байланысты. Оның бәрі бізде осы жаңа айтып өттім, уәкілетті органның мәліметінде көрсетіледі. Сол салықтарды төлегеннен кейін салық органдары дербес шоттарға салық төлеушінің осы есептелінген салық сомаларын отырғызады. Және де осы салықты көлік құралдарынан көптеген мәселелер бізде туындайды. Өйткені жеке тұлғалар көлікті сатқан кезде заң түрінде оны есептен алмайды. Келісім шарт бойынша сатпайды, тек қана сенімхат береді. Содан кейін ойлайды, мен онсыз көлікті саттым, енді мына көлік менің атымда жоқ дейді. 1 жылдан кейін ол кісіге хабарлама келеді салықтық берешек туралы. Сондықтан да осы көлікті сатқан кезде міндетті түрде ол тіркеуден шығу керек. Сол кезде бастап қана сіздің салықтық міндетіңіз тоқтайды. Сол бойынша мына жылжымайтын мүлік бойынша да, жылжымайтын мүлік бойынша бізде төлеу мерзімі 1 қазанға дейін ағымдағы жылдың. Қазір 2021 жыл үшін салық есептелініп төленеді. Салықты егерде бір жылжымайтын мүлікті бірнеше меншік иесі бар болатын болса, онда келісім бойынша бір ғана меншік иесі төлейді. Егерде үлестік меншікте болатын болса, онда әр меншік иесінің үлесіне сәйкес салық есептелінеді. Биылғы жылы Өскемен қаласында әкімдікпен келісім шарт жасалып, осы бірыңғай есептеу орталығы ашылған. Сол хабарламаларда осы салық сомасы да жеке тұлғаларға көрсетіледі. Коммуналды қызметтерге төлемдермен қоса. Сондықтан да осы Өскемен қаласының тұрғындарына айта кетейін дегенім, сіздерге осы салық сомалары осы хабарлама арқылы жеткізілетін болады. Енді жаңа көлік құралына оралайықшы. Көптеген азамат жаңа айтып отырсыз ғой, келісім шарт жасамайды, сенімхатпен ғана көлікті сатады. Енді осындай келеңсіз жайтқа тап болмас үшін міндетті түрде келісім жасап, жаңа сенімхатпен емес, көлік құралын толықтай жаңа сатып отырған азаматқа аудару керек қой. Міндетті түрде. Және осы көлік құралы сатқан кезде жылдың ортасында сатылатын болса, көлік иесі өзі иемденген айлар бойынша салықты есептеп, сол әрекет жасалған кезде төлейді. Мысалы, шілде айында сататын болса, 2022 жылдың 6 ай үшін салықты төлейді. Осы 1 шілдеден бастап жылдың аяғына дейін сатып алушы салықты төлейді. Сондықтан да осы көліктерді сатқан кезде міндетті түрде өзінің атынан тіркеуден шығару керек. Автоцион дейміз қазір, арнайы қызмет көрсету орталық халыққа. Сол арқылы барлық мәмілелер жасайды ғой. Сондықтан міндетті түрде сол жерде шешу керек тіркеуден өз атынан. Әйтпесе, былай қарап тұрсаңыз, енді барлық азамат көлікті сатқаннан кейін болды. Менде енді ешқандай міндеттеме жоқ. Келісім шарт емес, сенімхат бердім, ары қарай маған ешқандай жауапкершілік артылмайды дегеннен аулақ болу керек қой. Міндетті түрде, иә. Енді жаңа жылжымайтын мүлік, тұрғын үйді сатқан кезде де сондай. Тұрғын үй бойынша енді бұл кезде бөлікті, тұрғын үй міндетті түрде заң жүзінде дұрыс рәсімделеді бәрі. Өздеріңізді білесіздер, уәкілетті органдар арқылы, нотариус арқылы, қандай да нотариус болсын, ол оның бәрін ресми түрде заң жүзінде іске асырады. Сондықтан да осы жылжымайтын мүлік бойынша ондай сұрақтар туындамайды. Осындай мәселелер тек қана осы көлік құралдарына салық бойынша туындайды. Сондықтан да ол адам 1 жыл, 2 жыл салық органдары бізде талап ету мерзімі 3 жыл. Сол 3 жылда төленбеген салыққа сонымен қоса айыппұл есептелінеді, өсімпұл есептелінеді. Ол ақпараттық жүйеде автоматты түрде есептелінеді. Сондықтан да көптеген бізде тұлғалар жоқ көлігі үшін салықтарды төлеп өз қалталарынан шығын жасап жүр. Соған байланысты бұның бәрі ресми түрде жасалынуға қажет. Келеңсіз жайтқа тап болмас үшін барлық құжаттарды толық рәсімдеу керек дейсіз ғой. Енді әр жерде бар, салықта болсын, айыппұл төлеуде, басқа дүниеде берешегі бар азаматтар бар. Енді бұндай азаматтармен қалай жұмыс істейсіздер? Жалпы қазіргі таңда облыста берешегі бар азаматтар көп пе?
берешегі бар адамдар бізде қазір облысымызда жеткілікті. Егерде 340 мыңға бізде жуық салық төлеуші болса, соның қазіргі уақытта 340 мыңнан аса тұлға берешектері бар. Жалпы облыс бойынша осы көлік құралдарынан салық бойынша берешек бізде 861 мың теңгені құрайды. Бұл салық негізі әр осы ауданға, әр аудандық округтың бюджетіне түседі. Сондықтан да ол осы ауылдық округтың ақшасы, соның бюджеті, осы салықтар арқылы өздеріңізде білесіздер, жолдар жөнделеді, басқа да әлеуметтік төлемдер төленеді. Соған байланысты міне жалпы облысымызда бізде 861 миллион теңге берешек бюджет алдында. Соның ішінде осы Өскемен қаласында бізде 352 миллион 10 мыңнан астам тұлға берешектері бар. Және енді ірі қалаларды алатын болсақ, және Семей қаласында 275 миллион теңге 9500 тұлғада берешек. Енді бұл берешегі бар азаматтар қандай шаралар қолданады? Бар ма бір жауапкершілікке тарту, жаңағы төленбеген салығын өндіру бойынша қандай да бір істер атқарасыздар ма? Бізде салық заңдылығымен осы мәжбүрлі өндіріп алу шаралары қарастырылған. Ол үшін бірінші хабарлама таратылады жеке тұлғаларға берешегі жөнінде. Егерде ол 30 күн ішінде ерікті түрде, 30 жұмыс күн ішінде ерікті түрде төленбесе, ондай жағдайда салық бұйрығы шығарылады мемлекеттік кірістер органдарының басшысымен. Бұның бәрі автоматты түрде ақпараттық жүйелерде қалыптастырылады. Сондықтан да осы салық бұйрығы табыс етілгеннен кейін ол 5 күн ішінде төленбеген жағдайда сот орындаушыларға жолданылады. Мемлекеттік қызмет органдары осындай шараларды қолданғаннан кейін ары қарай жұмысты осы берешекті өндіру үшін сот орындаушыларымен бірлесіп отырып жұмыс атқарады. Сот орындаушылары осы істер келіп түскеннен кейін өздерінің заңдарына сәйкес шараларды қолданады. Яғни егерде мүліктері болса, сол мүлікке тыйым салады. Қандай да бір іс-әрекеттерді жасауға, мысалы, нотариусқа барып өздері қандай да бір іс-әрекет жасаймыз ғой жеке тұлғалар. Сол кезде егерде осындай берешек болса, ондай іс-әрекеттерді жасай алмайтын болады. Банкте қандай да бір операцияларды жасауға тыйым салынады. Елден кету бойынша шектеулер бола ма? Шектеулер болады, елден шыға алмау бойынша. Соның бәрі сәйкес сайттарға орналастырылады да, сәйкесінше осындай шаралар қолданылады. Сонымен қатар бізде осы 2021 жылы, 2022 жылы осы мүдделі мемлекеттік органдармен, бұл бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша департамент полициясының әкімшілік басқармасы, сонымен қатар осы әділет басқармасымен, департаментімен, сот орындаушылармен 3 жақты бізде меморандум жасалынды. Осы меморандумға қол қойылып, 22-23 жылдары өзара әрекет ету туралы осындай берешекті өндіру бойынша. Бізде осы ай сайын рейдтер жүргізіледі, осы аталған уәкілетті органдармен. Рейдтер жүргізу барысында 43 көлік құралдары берешектері бар тұрақтарға қойылды, айыппұл тұрақтарына. Сонымен қатар жеке сот орындаушыларда қазір 219 миллион сомасы бар, 5000 тұлға бойынша істер жатыр. Оның бәрі бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осындай жұмыстар аумақтық мемлекеттік басқармаларда жүргізіледі. Сонымен қатар жұмыс орындары анықталады берешегі бар тұлғалардың. Сол жұмыс орындарына хат жолданады, немесе осылай қызметкерлер барып әңгімелесу арқылы осы берешекті төлеу туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Сондай хабарламалар таратылады. Демалыс күндері үйлерді аралап хабарламалар береміз. Өйткені осы салықты уақытында төлеген дұрыс. Салықты төлемеу салдары осындай келеңсіз жағдайларға әкелумен қоса, егерде сот орындаушылар мәжбүрлі өндіретін болса, сот орындаушылардың қызметінде төлеуге мәжбүрлі. Сонымен қатар осындай шығындарға әкеледі.
Сондықтан да әр салық уақытында төленуге қажет. Енді мына салықты бір емес, бірнеше рет төлемей жатқан азаматтар бола ма? Ондай азаматтармен мүмкін басқа да шаралар қолданыла ма? Барлық Енді әрекетін бір емес, бірнеше рет қайталаған азаматтар. ондай азаматтар бар. Ондай азаматтар бойынша енді осы шаралардың бәрі заң жүзінде бәріне бірдей ғой. Заң бәріне бірдей болғандықтан осындай шаралар бәріне бірдей қолданылады. Ондай азаматтар бар, іздестіру үстінде. Егерде осы көліктерді біз қазір мына сергек камералары бар ғой. Сондықтан осындай берешегі бар тұлғалардың көліктерінің номерін сол сергек камераларына енгізу арқылы жаңағы патрульдік полициялардың көмегімен ұстауға тырысамыз. Жеке жағдайларда бұл көлік құралдары енді қағаз жүзінде тіркеуде тұрғанмен бұлай жоқ. Сондықтан да әрине өзінің бір қиындықтары болады. Дегенмен осы басқа да мүліктері арқылы мына алып отырған жалақыларына тыйым салады. Жартысын ұстап қалу арқылы бюджетті толтырамыз. Енді мынандай жағдай болады ғой, мысалы көлік апатқа ұшырады, жол көлік оқиғасына ұшырады, бірақ ол азамат көліктің істен шыққанын көрсетпеді, көлігін жай қойып қоя салды делік. Сіздер жаңағы бейнебақылау камерасы арқылы қалай қараймыз дедіңіздер ғой. Ол қалада жүрмейді, мысалы үйде бір жерде тұр. Ол кісі оны барып жаңағы жол патрульдік полициясының қызметкерлеріне, болмаса тіркеу уәкілетті органдарға барып, мына көлік жарамсыз дегенде көрсетпеді. Енді ондай азаматтар міндетті түрде заң жүзінде көліктің істен шыққанын көрсету керек пе, жаңағы салықтық міндеттемеден босау үшін? Міндетті түрде жаңа айттым ғой, салықтық міндеттеме ол мына уәкілетті органның есебінде көлік құралы немесе басқа да бір объект тұратын болса, салықтық міндеттеме ол жалғасады. Егерде жаңағы сіз өзіңіз айтқанда, егерде ол мысалы жол апатына ұшырап, оны ары қарай қолдануға жарамсыз болса, ол міндетті түрде сәйкес қорытындыны сол уәкілетті органнан алып, тіркеуден шығаруға қажет. Және де кейбір жағдайлар болып жатады, мысалы машинаны ұрлап кетеді, сондай кезде ол да осы уәкілетті органға жүгіну арқылы сол қорытынды шығарылады, машинаның, көліктің жоғалғаны немесе ұрланған туралы. Сол қылмыстық іс қозғалған күннен бастап, ол осы салық төлеуден босатылады, көлік құралы табылғанға дейін. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, мына жергілікті полиция департаменті, әкімшілік полиция қызметі бар, сіздер бар, сот орындаушы, олар бар. Сол кісілермен үш жақты жұмыс істеу, сіздердің жұмыстарыңызда бір нәтиже беріп жатыр ма? Салықты өндіруде осындай берешегі бар азаматтардың салығын төлеуін, әрі қарай міндеттемелерін орындауына өзінің септігін тигізіп жатыр ма осы үш жақты меморандум? Иә, бұның үлесі осы қосып жатқан өте маңызды, зор. Өйткені мына осы департамент полициясының қызметкерлерімен жаңа айттық қой, егерде осы машинаның номері сергек камерасына түсіп, сол анықталып, айқындалған кезде осы көліктерді тоқтату арқылы, сол кезде сіздің берешегіңіз бар, міне бізде осы үкім шығарылған, осы көлікті айыппұл тұрағына қою туралы деген кезде көптеген тұлғалар сол жерде лезде сол берешекті төлейді. Жыл басынан бастап бізде осы Өскемен қаласы бойынша осындай шаралар арқылы 100 миллион теңгеге жуық ақша өндірілді. Семей қаласында да осы міне ақырғы рет 348 мың теңгесі бар тұлға ұсталып, сол жерде өзі сөз сөйлеп, сол уақытта Каспий арқылы осы берешекті өтеді. Енді мысалы айыппұл төлегенде бір апта уақыт ішінде төлесе, оның жартысын төлеу деген сияқты жеңілдіктер бар. Енді салық төлеуде қандай да бір жеңілдіктер бар ма? Жоқ, салық төлеуде ондай жеңілдік қарастырылмаған, өйткені бізде салық толық жыл мерзімі үшін есептелінеді. Сондықтан да енді салық органдарынан осы салықты төлемеуде айыппұл емес, бізде өсімпұл бар. Өсімпұл, мысалы, жаңа айттым ғой, 1 сәуірге дейінгі мерзімге төлеу керек көлік құралдарын. Егерде төленбеген жағдайда 2 сәуірден бастап өсімпұл ол автоматты түрде ақпараттық жүйеде дербес шотта есептелінеді. Және де ол жеңілдікпен төлеу қарастырылмаған. Бұл біздегі салықтар, айыппұлдар, бұның бәрі міндетті төлемдерге жатады. Енді күнделікті күйбең тіршілікте азаматтар
көбіне көлік құралына болсын, жылжымайтын мүлігі бар, басқа да дүниесі бар, салық төлейтін уақытын хабарлама келген кезде ғана серк етіп, одан кейін барып төлеп жатады. Енді сіздердің тараптарыңыздан осындай жағдайларды алдын алу бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстары дейміз, халықтың есіне салу бойынша осындай уақытта көліктің, мүліктің, басқа да мүліктердің салығын төлеу уақыты осындай уақытта жүргізіледі деген сияқты ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізіледі ме? Иә, бізде ақпараттық түсіндіру жұмыстары өте кең ауқымды жүргізіледі. Бұқаралық ақпарат құралдарда осы объектілердің салық төлеу мерзімдері міндетті түрде басылымдарда болып отырады. Сонымен қатар осы департаментті және аумақтық мемлекеттік кірістер басқармаларында осы ғаламтордағы барлық ресми парақшалар YouTube, ВКонтакте, Twitter, Instagram, Facebook әлеуметтік желілерде осы маңызды барлық ақпараттар, мақалалар, түсіндірмелер жарияланып отырады. Сонымен қатар онда осы Zoom-да тікелей эфир арқылы, Instagram біздің парақшамызда, департаменттің ресми парақшасында түсіндіру арқылы тікелей эфирдер өткізіледі. Және осы сайттарда жеке орналастырылған мүлік салығы, көлік құралдарына салық бойынша ақпараттар, департамент басшылары ай сайын осы Шығыс Қазақстан облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде өте өзекті тақырыптар бойынша сөз сөйлейді. Осының бәрі міне жеке тұлғаларға осылай жеткізіліп отырады. Сонымен қатар осы қазіргі уақытта бізде e-салық мобильді қосымшасы бар. Ол өте ыңғайлы жеке тұлғаға пайдалану үшін оны осы App Store және Google Play Market арқылы тегін жүктеуге болады. Бұнда жеке тұлғаға арналған барлық сервистер жинақталған. Осы e-салық мобильді қосымшасы арқылы алдын ала салықтардың қандай сомасын төлеу керектігін білуге болады. Жаңа айтып өттік, жеке тұлға көлік құралдарына салықты өз бетімен салық заңдылығына сәйкес есептейді деп, осында онлайн калькулятор арқылы сол салықты есептеуге болады, айыппұлды көруге болады. Және өте көптеген сервистер бар. Сонымен қатар қазір міне жеке тұлғалар, мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген тұлғалар 2021 жылдан бастап осы жалпыға бірдей декларациялауға көшті қой Қазақстан. Осы 250-ші нысандағы декларацияны, 270-ші нысандағы декларацияны осы жұмыс орнынан немесе үйінде отырып ешқайда бармай-ақ табыс етуге болады. Сондай-ақ қандай объектілер бар, сіздің жұмыс берушіңіз ай сайын сізге аударатын зейнетақы, басқа да жарналарды көру туралы анықтама бар. e-салық азамат қосымшасында осының бәрін көруге болады. Кейбір жағдайлар болады, салық сомаларын артық төлеп қояды. Артық төленген сомаларды қайтару үшін, ол үшін арыз жазу керек, жүгіну керек, мемлекеттік кірістер органдарына. Ал осы қосымшаны қолдана отырып, тек қана осы артық төленген соманы қайтару, немесе басқа да бір бюджеттік жүктеу кодына аудару туралы арызды толтырып, ешқайда бармай қайтарып алуға болады. Өзінің карточный счетін көрсету арқылы, есеп шотын көрсету арқылы. Сонымен бастап осы 2022 жылдың 1 наурызынан бастап Telegram арнасында салық бот сілтемесі бойынша іске асырылды. Бізде салық чат-бот. Бұл арқылы, бұл цифрлық салық кеңесшісі болып табылады. Кеден заңнамасы, салық заңнамасы бойынша қандай да бір берешектердің бар болуын немесе болмауын білуге болады. Өте ыңғайлы. Қазіргі уақытта осы салық төлеушілерге қандай да бір көмек көрсету үшін әкімшіліктер мен мемлекеттік кірістер органдарымен және базар әкімшіліктермен үш жақты меморандумға қол қойылып келісіліп, жұмыстар жүргізілуде. Салық мемлекеттік кірістер органдарының қызметтері осындай халық жиналатын жерлерде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қалай жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге болатынын, осы штрих-кодтарды пайдалану, салық бизнес деген мобильді қосымша бар, жеке кәсіпкерлерге арналған. Осы e-салық азамат қосымшасын қалай пайдалануға болады, бақылау кассалық машиналарды қолдану туралы түсіндіру жұмыстары осы кең ауқымда жүргізілуде.
Яғни осы сандық жүйедегі жаңағы қосымшаларды пайдалана отырып, өзіңізге керекті барлық ақпаратты осы жерден алуға болады. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, осы жерден алуға болады дегенмен енді тұрғындардан келіп түсетін жаңа арыз шағым бар, өтініштер бар, бір талап тілектер бар. Олармен жұмыс қалай, жалпыға ашықсыздар ма халыққа? Иә, бізге осы жаңағы жүгінулер ауызша түрде де келіп түседі. Осы инстаграмдағы парақшаларға немесе контакт-центр дейміз 1414 3 санын қосымша басу арқылы жазбаша түрде келіп түседі. Осының бәріне біз заң жүзінде, заңмен қарастырылған мерзімдерде толық жауап береміз. Барлық мемлекеттік кірістер органдарында осындай қызметтер жүзеге асырылған. Наразылықтар болып жатқан кезде оның бәрін сол салық төлеушілермен тікелей жұмыс жасау арқылы шешіледі. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, жалпыға бірдей декларация тапсыру мемлекеттік қызметкерлермен оған теңестірілген тұлғаларда басталып кетті деп. Енді басқа тұрғындар осы декларацияны қашаннан бастап тапсырады және оны тапсырудың тәртібі қандай, соған тоқталсаңыз. Бізде енді міне Қазақстан 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялауға көшті. Бірінші кезеңде осы декларациялау бізде кезең-кезеңмен, бірінші кезеңде 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметшілер, оларға теңестірілген тұлғалар және мына квазисектор дейміз, солардың басшылары, олардың жұбайлары табыс етті. Екінші кезең бізде міне 2023 жылдың 1 қаңтарынан басталады. Ол кезде осы мемлекеттік ұйымдардың, квазисектордың қызметкерлері, олардың жұбайлары табыс етеді. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап бизнес кіреді, яғни дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, осы құрылтайшылары, олардың жұбайлары, және 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық осы қалған тұлғалар, зейнеткерлер, студенттер, барлығы осылай жалпыға бірдей декларациялауы кіреді. Бастапқы кезеңде, бастапқы декларация ол 250-ші нысандағы декларация, активтер мен міндеттемелер туралы. Осы декларацияда Қазақстан Республикасының да уәкілетті органдарында ресми тіркелген көлік құралдары, жылжымайтын мүліктер көрсетілмейді. Бұл кезде негізі көзделгені Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан активтер мен мүліктер көрсетіледі. Сонымен қатар осы Қазақстан Республикасының тыс жеріндегі басқа да мүліктер, ондай мүліктер ол мысалы қандай да бір құнды картиналар, қандай да бір раритет дейміз ғой, сондай заттар, егерде бір данасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, оны көрсету үшін мысалы зергерлік бұйымдар, гауһар тасты бұйымдар, ол үшін сәйкес тұлғалардан, мысалы ломбардтардан немесе солай әлгі тәуелсіз эксперт дейміз, бағалаушылар, солардан алынған анықтама болу керек. Осылардың құндық бағасы туралы. Соны көрсетуге құқылы, сондай-ақ осы жылдың аяғына, табыс етілетін жылдың аяғында қолма-қол ақша, яғни кейбір тұлғалар бар, ақшаларын үйде ұстайды, жинайды, мысалы жылдап жинайды, ондай да тұлғалар болады. Сондықтан да егерде ондай жиналған қолма-қол ақша болатын болса, 10 000 айлық есептік көрсеткіштен аспауға қажет, соны көрсетеді осы 250-ші нысанда. 250-ші нысан ол бір-ақ рет табыс етіледі, жаңа айттым ғой, ол ең бастапқы осы 250-ші нысанды тапсырғаннан кейін екінші кезеңге өтті деп есептелінеді. Содан кейін жыл сайын қандай да тұлға болсын 270-ші декларацияны табыс етеді. Бұл декларацияда табыстар мен мүліктер көрсетіледі бір жыл үшін. Мысалы, қазір міне мемлекеттік қызметкерлер 250-ші декларацияны тапсырды былтыр. Енді биыл міне 2021 жыл үшін 1 қаңтарынан 31 желтоқсанға дейін алынған табысты және де жыл ағымында, 2021 жыл ағымында сатып алынған мүлікті қандай да болсын, көлік құралдарын көрсетеді. Оны көрсетумен қоса, оны қаржыландыру көздерін көрсетеді.
мысалы 20 миллион теңгеге пәтер сатып алатын болса, сол 20 миллион теңгені қайдан алды, кімнен алды, сол алған тұлғаның, немесе егерде несиеге алып жатса, қандай банктен алды, сол банктың атауын көрсетіп, соның бизнес сәйкестендіру жеке номерін көрсетіп, және алған сомасын көрсетеді. Ал сатқан жағдайда қандай сомаға сатты, кімге сатты, және сол сатып алған кісінің, тұлғаның жеке сәйкестендіру номерін көрсетеді. Бізде енді мына оның бәрін көрсету себебі жалпыға бірдей декларациялау, бұл енді активтерді көлеңкелі экономикадан шығару негізгі мақсаты. Сонымен қатар осы тұлғалардың кірістеріне тиімді бақылау жасау. Және енді мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерді азайту, сонымен күрес. Соған байланысты осындай міне міндеттемелерді көрсету көзделген. Енді өзінің табысын жасырып қалуға тырысатын азаматтармен қалай күресесіздер? Жаңағыдай үйін сатты делік, көлігін сатты, болмаса жеке кәсіпкер өзінің бір келіп жатқан табысын көлеңкелі қылып көрсетпей, анық көрсетпей жатады ғой. Сондай азаматтармен қандай шаралар қолданасыздар? Енді қазір мына жалпыға бірдей декларациялау барлығын қамтыған кезде оның бәрі сәйкестендірілетін болады. Банктермен енді бізде жоғары тұрған аппараттардың бәрі заң жүзінде келісімге отырып, оның бәрі заң жүзінде қазір іске асырылып жатыр. Сондықтан да мәліметтердің бәрі келіп түскеннен кейін осы 250-ші, 270-ші нысанда көрсетілген барлық объектілер салыстырылатын болады. Сол салыстыру нәтижесі бойынша қандай да бір сатылған объектілер көрсетілмеген жағдайда, немесе табысы осындай объектілерді алуға мүмкіндік әрқашан бола бермейді ғой. Сондай кезде осы тұлғалармен жеке жұмыстар жүргізілетін болады. Түсіндірме беріледі, жеке тұлғамен қандай қаржыландыру көздерін көрсету арқылы. Егерде оның бәрін дәлелдеп жатса, онда қосымша декларация табыс етілетін болады, хабарлама тапсырылады, бірінші хабарлама табыс етіледі. Сәйкессіздік болған жағдайда жеке тұлға сол хабарламаға содан кейін жауап береді. Егерде сәйкессіздік болып жатқан кезде, онда сол асатын сомадан 10% мөлшерінде табыс салығын төлейді. Енді жаңа жылжитын немесе жылжымайтын мүлігін сатқан адам өзге біреуге, мен не үшін сатып алған адамның жеке сәйкестендіру нөмірін менде болу керек деген түсінік қалыптаспады ма? Сол бойынша сіздерге айтып, бұл неге керек, мен неге сатып жіберген адамның жеке сәйкестендіру нөмірі менде болу керек деген сияқты. Оны не үшін өзіме түртіп алған жөн деп айтып жатқан азаматтар жоқ па? Ондай жоқ. Енді біз мына түсіндіру жұмыстарын жүргізген кезде бәріне де осылай түсіндіреміз. Бұл сіздің өзіңіз үшін керек, өйткені мына декларацияның бәрі енді ол ресми түрде бекітілген, заңмен қарастырылған, біз міндеттемені алып отырмыз. Сондықтан да бұндай бұзушылықтар болмау керек. Бұл біріншіден жаңа айттым ғой, осы декларациялаудың негізгі мақсаттарының бірі болып, осы табыстарға тиімді бақылау жүргізу деп. Сондықтан да, мысалы, сіз көлікті 3 миллионға сатып алып, 5 миллионға сатсаңыз, 2 миллион теңге ол сіздің табысыңыз. Сондықтан да сол табыстан 2 миллион теңгеден сіз 10% мөлшерінде табыс салығын төлеуге міндеттісіз. Сондықтан да бұның бәрі енді салыстыру арқылы жүргізілуге қажет. Жаңа жылжымайтын мүлік, пәтерді сатқанда да сондай дүние бар ғой? Иә, пәтерді сатқанда енді айттым ғой, жаңа пәтерді сатқанда оның бәрі ресми түрде жүргізіледі. Бұл жерде қиындық туындамайды, өйткені сатқан тұлғада да, сатып алған тұлғада да, нотариуста да бір данадан келісім шарт сату туралы қалады, сатып алу туралы. Бұл жерде мәселе көбінесе осы көлік құралдарына салық бойынша, негізгі бұл өзі мәселе сол көлік құралдарына салық бойынша туындайды. Өйткені көлігін сатқан адам тезірек сатып жіберсең. Ресми түрде ешқандай да олар мәміле жасамайды. Сондықтан осының бәрі міне болашақта осыған әкеледі. Бәрі заңды түрде дұрыс жүргізілу қажет жөнінде. Жақсы, рахмет. Енді мемлекеттік органдар, жергілікті әкімдік дейік, әрбір азаматтың қолында бар мүлкін ақпаратты жаңартып, сіздерге беру
жағы қалай жыл сайын жаңартылып сіздерге беріліп отыра ма, әлде де сіздер ондай мәліметтерді қай уақыт аралығында сұратасыздар? Әлде ол автоматты түрде сіздерге жіберіліп отыра ма? Осы мәліметтерді табыс ету уәкілетті органдармен ол салық нормаларымен қарастырылған. Әр жылдың 1 ақпанына дейін осы жаңағы айтып өткен уәкілетті органдар өздері мәліметтерді уақытында табыс етіп отырады. Бұл мәліметтер жыл сайын жаңартылып отырады, өйткені енді жыл ағымында өте көптеген іс-әрекеттер жасалынады ғой. Пәтерлер сатылынады, сатып алынады, немесе енгізіледі пайдалануға. Сол сияқты көлік құралдары да тіркеуден алынады, шығарылады, тіркеуге қойылады деген сияқты. Сондықтан да осы мемлекеттік уәкілетті органдармен бізде жұмыс жасауда ешқандай қиыншылықтар, мәселелер туындамайды. Енді ол бұрыннан қалыптасқан жүйе, сондықтан да осы аудандардағы, қалалардағы мемлекеттік кірістер органдарына табыс етіледі барлық мәліметтер. Ал көлік құралдарына салық бойынша бізде мемлекеттік кірістер комитетімен табыс етіледі. Енді жеке кәсіпкерлер сіздерге қаншалықты жиі хабарласады? Сіздермен әрекет ету жағы қалай? Жеке кәсіпкерлермен де осындай жұмыстар жүргізіледі. Әрқашан салық заңдылығына бізде қандай да бір өзгерістер енгізілген жағдайда жылдың басында осы барлық салық төлеушілермен соларды жинау арқылы, немесе жаңа айттым ғой, Zoom-да, Instagram-да тікелей эфирлер арқылы барлық осы өзгерістер, салық заңдылығына енгізілген қандай да бір жүгінулер, соның бәрі қарастырылып, кең ауқымда түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Департаменттің ресми парақшасында, Инстаграмда әр басқарма өзінің ауқымды сұрақтары, өзекті сұрақтары бойынша әр апта сайын осы тікелей эфирге шығып түсіндіру жұмыстарын жүргізіледі. Ол туралы жариялау осы Инстаграм парақшасында алдын ала жеткізіледі барлық салық төлеушілерге. Салық төлеушілер қатысып, сол өздерін қызықтыратын сұрақтарға жауап алады. Және де солай ауызша, жазбаша түрде де жүгініп жатады. Енді мемлекет басшысы осы жолғы халыққа үндеуінде қағазбастылықтан құтылу мәселесін көтерді. Енді сіздер осы мемлекет басшысының тапсырмасы қалай орындалып жатыр сіздерде? Жалпы барлық қызмет түрін электронды түрде алуға бола ма, үйден шықпай, жаңағыда айтып жатсыз ғой, е-салық деген бағдарламалар қолданылады деген сияқты. Қазір енді көптеген қызметтер электронды түрде беріліп жатыр. Ол үшін e-gov арқылы, немесе салық төлеуші кабинеті бар, сол арқылы осы өздерінің арыздарын жолдап қызмет алынады электронды түрде. Мына қарапайым жеке тұлғаларда осы жүгінулерін қазір көптеген ақпаратты жүйелер шығып жатыр ғой, біз міне e-қатынас дейміз, e-gov арқылы осылай келіп бізге түседі. Бары электронды түрде табыс етіледі. Яғни қағазбастылықтан біртіндеп арылып келеміз. Жақсы, енді салық төлеушілерге айтар бір жаңалығыңыз бар ма? Қандай жаңашылдықтар бар? Соған тоқталсаңыз. Енді салық төлеушілерге айтарымыз жаңа айтып өттік, осы 1 қазанға дейін мүлік салығын төлеу қажет. Ол үшін мемлекеттік салық органдарына барып қажет емес, уақытты алып, кезекте тұрып, жаңа айттым ғой, е-салық мобильді қосымшасы арқылы осы салық сомаларын білуге болады. Сонымен қатар Каспиге де келіп жатыр, сол арқылы. Және де Өскемен қаласында хабарлама таратылады, жаңағы бірыңғай есептеу орталығы арқылы. Жер салығы көп пәтерлі үйлер бойынша қазір есептелінбейді, босатылған, және жер салығы бұрынғыдай жеке бюджеттік кодына төленбейді, мүлік салығымен қоса бір кодқа төленеді. Жер салығы және мүлік салығы, қазір мүлік салығы деп аталады. Осындай міне өзгерістер бізде 21 жылы енгізілген. Сонымен қатар, егерде кәсіпкерлік қызметте қолданылмайтын объектілер болса, жеке тұлғаларда, бірақ жеке тұлға кәсіпкерлік қызмет болып табылмайды. Ол бойынша 700 сандағы декларацияны табыс етуге міндетті. Жақсы. Енді бізге студиямызға келіп, бүгін сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, бүгін мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі төңірегінде әңгіме өрбіттік. Студия қонағы Әсем Тұрлыбекова, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы. Ал біз сіздерге келесі жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.